человек. Это обыкновенные работники, которые просто в свободное время бегали, занимались спортом. И моя была задача, основная задача, научить их правильно бегать. Сам бег, он развивает много таких хороших качеств. Ну, это как сила воли, это как терпение, это достижение поставленной цели. Бүгін көңілім бір ерекше сезімге толы болып тұр, себебі мынау мәреге жету оңай емес. Мәреге жету үшін күш керек, қайрат керек. Жолда тоқтамай, елдің қатарынан қалмай жету мен үшін бір үлкен мақсат болды. Менімен бірге жүгірген азаматтар, қыздар бәрі ерекше бір қажырлық, қайрат көрсетті. Оның бәрі өздерінен бойындағы бір күш қуаттың арқасында деп ойлаймын. Біз Кеуек акционерлік қоғамынан 3 адам қатысып отыр. 10 шақырымға, 5 шақырымға және 21 шақырымға. Бұл мұндай марафондар көп бола берсе, адамдардың барлығы жүгіруге ұмтылады, спортқа ұмтылады. Міне қанша адамдар келіп отырып, жанкүйер болып, осы марафонда өргеннен кейін балалар да, үлкендер де бәрі жүгіре бастайды.